Бәріне сәлем. Мен жидектер патшайымы Таңқураймын. Таныстыруымды өзімнің пайдалы тұстарымнан бастайын. Мен қатерлі ісікке қарсы күресемін. Себебі элла қышқылдарына баймын. Ал ол онкологиялық ауруларды алдын алады. Сонымен бірге менің бойымда талшық мол. Ол жүрек үшін өте пайдалы. Менің құрамымда 0,2 миллиграмм антоцианин бар. Егер таңқурайды күнделікті тұтынсаңыз, жүрек ауруларыңыздың қаупі азаяды. Ал енді тарихқа үңілейік. Славян халықтары таңқурайды мейірімділіктің нышаны деп санайды. Жидектің қызыл шырыны мейірімділіктің бастауы болатын жүрек жұмысын жақсартатыны көрінеді. Ал Филиппин жерінде таңқурай сабақтарын үйдің сыртқы қабырғасына іліп қояды. Бұған себеп болған оның сабақтары теріс күштерден қорғайды деген сенім екен. Бұл әлі соңы емес. Таңқурайдың жидектер патшасы екенін дәлелдеу үшін біз 22-ші мектеп ұстаздары арасында викторина ойнаттық. Сіз нені таңдаушы едіңіз? Қарбыз, асқабақ, таңқурай. Таңқурай таңдаймын. Сіз нені таңдаушы едіңіз? Қарбыз, асқабақ, таңқурай. Мен таңқурайды таңдаймын, өйткені таңқурайды өте жақсы көрем. Сіз нені таңдаушы едіңіз? Қарбыз, асқабақ, таңқурай. Таңқурайды таңдаймын. Сіз нені таңдаушы едіңіз? Қарбыз, асқабақ, таңқурай. Таңқурайды таңдаймын. Сен нені таңдаушы едің? Қарбыз, асқабақ, таңқурай. Таңқурай.